Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ерекше тауық етін пісіретін боламыз. Ол үшін бізге тұтас тауық қажет, жібіп тұрған. Мен осылай артық жерлерін алып тастадым. Бұл тамақтың ерекшелігі алдын ала тауықты тұздап, бұрыштап, ешқандай бір маринад жасаудың қажеті жоқ. Ең қажетті екі ингредиент бұл тауық және тұз. Менің тауығым 1/100 килограмм, яғни мен бұған 1 килограмм тұз пайдаланамын. Ол үшін бізге протеинге осылай жарты килограмм тұзды осылай сеуіп қоямыз. Үстіне тұтас тауықты саламыз. Қалған тұзды тауықтың үстіне себеміз. Менде ас бөлмемде осындай су сепкішім бар, қолданатын. Сонымен тұздың үстін сеуіп шығамыз. Және қолыңызға қолғап киіп, тауықтың сыртындағы, жан жағындағы барлық артық тұздарды осылай тауықтың әрбір ашық жеріне жағып шығамыз. Тауықтың ашық жері қалмау керек. 1 килограмм тауық менде 1 сағаттай піседі. Яғни осындай термошубты қолдандым. Тауық 90 градусқа жеткен кезде дайын деп есептеледі. Ол үшін біз тауықтың ең қалың етті жеріне осы термошубты саламыз. Пешімізді алдын ала 200 градусқа қыздырып қоямыз. Мен духовканың асты және үсті деген режимді қолдандым. Термошубтағы қызыл стрелкасы тауыққа жақындаған кезде 90 градус болады, бірақ 80-85 болып жатқан өзінде де тауық пісті деуге болады. Тұз тым көп деп қорықпаңыздар, тауық тек өзіне қажетті тұзды ғана сіңіріп алады. Міне біздің тауығымыз дайын, тұзымыз қатып қалды, оны пышақпен осылай абайлап ақырын алыңыздар, өйткені өте ыстық болады, немесе сәл суығанын күтіңіздер. Міне өзінің сөлі, майы бәрі өзінің қалпында қалып қалды. Артық барлық осы тұзға сіңіп кетеді. Шамамен 1 сағат 10 минут, 20 минутта пісті. Тауығымыз құрғақ болып піскен жоқ. Өзінің сөлі, майы бар. Жұмсақ. Бізде балалар өте сүйсініп жеп қойды. Кез келген гарнирді пісіріп, кешкі асқа ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, әлі талай қызықты рецепттер болады. Арнама тіркелуді ұмытпаңыз.